Мардан Сапарбаев спорттың дамуына зор үлес қосқан бір туар тұлға. Ол КСРО-ның 90-нан астам спорт шеберін, Кеңес одағы мен Қазақстанның чемпиондарын, сондай-ақ әлем біріншілігінің жүлдегерлерін дайындады. Оның 48 оқушысы еліміздің еңбек сіңірген жаттықтырушысы атағына ие болды. Енді осы турнирден көрінеді ғой мықтылары. Шыққандар алдымызда әлем чемпионаты бар. Сонда октябрьдің аяғында қатысады жігіттер. Сол жігіттерге жеңіс тілейміз, жеңіске жетсін. Бізде тек күрес дами берсін. Мардан Сапарбаев дүниеден өтсе де, оның ізбасарлары ісін жалғастыруда. Жыл сайын мұндай турнирлер Қазақстанның әр облысынан 200-ден астам спортшы жинайды. Биыл халықаралық турнирге олармен қатар жақын және алыс 5 шет мемлекеттің спортшылары қатысты. 100-ден жүйрік шыққандар құрмет және естелік сыйлықтармен марапатталды. Жергілікті Шымкент қаласының күрес федерациясының басшысы Марат Сапарбаевтың күреске жасап жатқан жұмысы өте үлкен. Сондықтан қазіргі деңгейде Шымкент қаласының күресі қарқынды дамып келе жатыр. Сондықтан барша күрес сүйер қауымға айтарым, Шымкентте қазіргі таңда Демеу Жадыраев келіп, баршамызды осы Париж олимпиадасында қуантқан Демеу Жадыраев қазір жастарға да үлкен мотивация беріп, қазір осы жарысымыздың қонағы болып жатыр. Енді барша келген қонақтарымызға, Шымкент қаласының қонақтарына, тұрғындарына, төрешілерге осы мерейтоймен құттықтаймын дегім келеді. Турнир қорытындысы бойынша жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталды. Ал бірінші орын иегерлері үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Кім біледі, мүмкін бұл спортшылар көп ұзамай халықаралық аренада үздік ойын үлгісін көрсетіп, үздік атанар. Бір нәрсе анық. Жарысқа қатысушылардың географиясы кең және бұл турнирдің маңызы мен мәртебесі жыл сайын артып келеді.